Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге ғылыми кітапханамыздың YouTube арнасы. Бүгін бізде кезекті шығарылым. Қонақта тарих ғылымдарының докторы, белгілі танымал профессор Артықбаев Жамбыл Омарұлы. Қош келдіңіз. Бүгінгі сұхбатымызға рұқсат болса бастайық. Ең алғашқы сұрағым бұл сіздің жүріп өткен жолыңыз, тарих ғылымына деген қызығушылығыңыз неден басталды? Тарихқа келуім кәдімгі өзімнің отбасымнан, әке-шешемнен, кітаптардан басталды алғашқы. Өйткені біз өткенде бір хабарларымда да айттым, сондай бір этнографиялық дәстүр сақталған ортада тудық, өстік. Енді кейін Қарағандыға кеттік, оқуға, интернатта оқыдық деген сияқты. Бірақ ана бала кезде жасалған негіз іргетас сол ғылымға итермелеп отырды. Ғылымның ішінде гуманитарлық ғылымдарға алғашқы бетте мен тарих қай жерде, әдебиет қайда, тіл қайда, ешқайсында айырған жоқпын бала кезімде. Бәрін оқи бердім. Кейін сол тарихты, этнографияны таңдадық. Бала кезде кітапты көп оқыдым. Біздің ауылда телевидение деген көгілдір экран деген болған жоқ біздің бала кезімізде. Кітап оқумен әуес еді. Бүкіл ауыл, тек қана мен емес. Мәселен, сол кезде мен үлкен дүниелерді оқыдым. Мәселен, Шахнама, Фердоусидің Шахнамасын оқыдым. Рүстем дастан дейді қазақта. Рүстем дастан дейді. Сол Рүстем daстанды бала кезде оқып шықтым, әлі күнге дейін жатқа білемін. Тіпті қазақ жазушыларының көп еңбектерін сонда оқыдым, кітаптарын, көркем әдебиетті. 1000 бір түнге дейін оқыдым. 1000 бір түннің хикаяларына дейін. Содан гуманитарияға деген шамасы тұқым тектен келе жатқанда бір сондай ыңғайлылық болу керек. Гуманитарияға келдік. Сондықтан да жалпы тек қана тарих емес, этнография, тіл ғылымына байланысты мәселелер, әдебиет барлығында қатар алып жүрем, мүмкіндік келгенше. Ал енді бүкіл ғылымның ішінде өзі арнайы айналысқан. Бұл этнография, этнология, антропология. Бұл енді өзімнің арнайы кәдімгідей содан қорғадым. Оның ішінде де мына күрделі 19 ғасыр, 18 ғасыр, сосын құрылымдық антропология бағыты бойынша, әлеуметтік антропология бағыты бойынша. Осы бағытта дәрежелер сол бағытта алдым. Кандидаттық, одан докторлық деген сияқты. Сол ғылымның жолы, қазақ айтады, енемен құдық қазғандай дейді. Оңай жол емес. Міне бүгінгі күні көзді нашар, бір жағынан енді кейде бір көп уақытыңды да алып қояды. Демалысқа шығу керек. Мысалы, басқа саланың адамы демалысқа шықты, ана саласын сәтті өзінің демалысына кетеді өтеді. А бізде мына баста жүрген ғылым қиын болады екен. Мен 2 жыл болып пенсияда жүрмін. Ана қалмайды. Бірдеңе жазғым келеді, компьютерге отырғым келеді. Ал енді ана өзім ойлап едім, пенсияға шыққандай тастайын барлығын деп. Бастаған нәрсені алып тастай алмайсың. Сонымен ақырындап бірдеңе әйтеуір жасап жатырмыз. Сұхбат жайлы айтып қалдыңызда, жақында болған сұхбатыңызда 165-тің көлемінде кітап жазыпсыз. Енді сол кітаптардың басым көпшілігі қандай бағытта жазылған? Бұлай қарап тұрсаңыз, 165 кітап ол бір адамның ғұмыры үшін өте көп секілді. Алғашқы кітапшаларды, шағын ғана кітапшаларды. Қарағанды университетінде Қазақстан тарихы деген кафедрада этнография пәні бойынша дайындадым. Осы өздерің сияқты жас едім ол кезде. Мен ана студенттік қалай диплом алдым, ана студенттік бірден жаңағы аудиторияға салып жүрді этнографияға, этнография пән деген пәнге. Ана мұғалім кетіп қалды, Ресейден келген мұғалім еді, ол кісі кетіп қалды дағы, орыс тілінде оқи алатын және этнографиядан хабарға да адам болмады, мен соған салды да жіберді. Содан жаңағы этнографиядан ана кісі салақ кісі еді, Евсеев деген кісі. Кеткен уақытта бір дұрыс қағаз қалдырмаған.
өзің білесің қандай жағдайда оқу бағдарламасы жоқ бар жоқ. Содан барлығын нөлден бастадым, жаңа этнография негіздерінен. Содан алғашқы кітапшалар жасаудан бастадым. Сосын далалық экспедицияны ұйымдастырып отыру керек. Этнография далалық экспедициясы болмайды. Ол құр бос сөз. Кабинетте отырып жасалатын ғылым ол этнография емес. Этнология емес, антропология. Жалпы этнология, этнография, антропология, антропология бір ғылым өзі, бір ғылымның жасасы. Сосын соның жаңа далалық экспедициялық жұмыстардың бағдарламаларын жасадым. Оларды кішкентай кітап шықты. Оны жасау өте керек және сондай қызықты. Біз бүгінгі күні мысалы біздің кафедрамыз шамалы этнографиядан жұмыс жасап жатқаны. Жас мұғалімдер бар, бірақ ұйымдастыра алмайды. Неге десеңіз, мәселен археологияға сіз бәрін алып шығуыңызға болады. Біреудің қолына күрек бересіз, біреудің қолына бірдеңе бересіз. Сонымен олар өздері жұмыс табады ана раскоп басында, иә? А этнографияда сіз ешқандай дайындалмаған баланы этнографиялық зерттеуге сала алмайсыз. Білдіңіз бе? Оның алдын ала өткен дайындығы болу керек, теориялық дайындығы болу керек. Сосын оның сұрақтары болу керек. Мәселен, біз экспедицияға шыққан уақытта 1000 сұрақ, 2000 сұрақпен шығасың. Өз тақырыбыңа байланысты да. Соның бағдарламасын жасадым. Кейін келе жаңағы өзің айтып отырған 165 кітап шықты. Ақырын бірте көпшілігі оқу құралдары, оқулықтар. Мектепке арналған, тек қана мектепке емес, мектепке, орта оқу, арнайы оқу орындарына, жоғары оқу орындарына. Мәселен, көп жылдар біздің мектепте 5-ші сыныпта Қазақстан тарихынан әңгімелер деген оқулық бар. Өзім де оқыдым содан, оқыған шығарсың деп ойлаймын. Менің авторлығымен жазылған оқулық Қазақстан тарихынан әңгімелер 5-ші сыныпта. Осыдан Қазақстан тарихымен танысу басталады өз мектепте. Сол оқулық бір 20 жылдай қолданыста болды менің оқулығым. Менің оқулығым бір ерекшелігі маған дейінгілерден, міне кейінгілерден. Мен қазақ ауыз әңгімелерін қосып жібердім, ауызша тарихта. Мысалы, Шахан туралы аңыздар, Оғыз хан туралы аңыздар деген сияқты, Абылай хан туралы аңыздар. Өйткені аңыздарды қоссаң, 5-ші сыныптың баласына жақсыда қабылдауға. Оған қанша жылы, қанша цемент өндірілді, андай-мындай аса қажеті жоқ. Аңыздарды қосып жүрсің, өмір бақи есінде қалады. Одан басқа енді өзі энциклопедиялық анықтамалық шығардым. Жалпы мектепке арналған. Қарайсың, қай ғасырда қандай оқиғалар болды, бүкіл хронологиясымен барлығы үлкен орыс тілінде, қазақ тілінде Атамұра баспасы шығарды соларды. Осы сияқты толып жатқан нелер жасадым. Орта оқу орындарына арнайы Қазақстан тарихы оқулығын жасадым. Ол шықты, әлі де қолданыста. Сол менің оқулығым кәдімгі мемлекеттік бағдарлама арқылы. Ал енді жоғары оқу орындарына мен 10 шақты кітап жаздым, оқулықтар жаздым. Әлі күнге дейін сол менің оқулығым пайдалану керек. 2013 жылы шыққан Қазақстан тарихы орысша, қазақша осында пайдаланылады. Жаңа 165 кітаптың неге 165 болыпты? Мен өзім ойладым, қалай? Осыншама көп жазып қойған. Мен екі тілде бірдей жазамын да. Мәселен, Қазақстан тарихын жазсам, ол параллельді орысша да жазып жатуы мүмкін. Кейбір кітаптарды, мәселен, Абылай хан кітабын орысша, қазақша бірдей жазып. Өйткені дерек кейде орысша келеді. Жарайды, орысша тұра тұр дейсің дағы, қазақша аударып, қазақша кітапқа салып қоясың, білдің ба? Қазақша дерек келеді, оны бірден орысша аударып қоясың. Сөйтіп екі тілде бірдей жазғандықтан да болады деп ойлаймын. Соңғы кезде мына кітаптарым Түркияда шығып жатыр, Ресейде шығып жатыр. Мына түрік тілін білмеймін, ауызша кішкене ақырындап үйреніп жатырмын. Енді жазба білмеймін, игере аламын ба, игере алмаймын ба. Егер де мен жас кезден бастасам, осы түрікше, ағылшынша жазу мәдениетін игеріп болар едім, мен қабілетім жақсы еді. Енді қазір жас өсіп кетті, бірақ қызығамын. Оқимын, кітапты оқимын, бірақ өз бетіммен жаза алмаймын да. Осындай жаңа кітаптарды жаздым. Одан басқа, оқулықтардан басқа мынау ғылыми көркем сондай көп нелер жаздым. Қалай айтсақ болады. Көпшілік қолды, бірақ ғылыми көркем. Бұл тұтас циклдер. Жаңа өзім айттым, Абылай хан, ғылыми көркем бағытта жазылған кітап. Қанжығалы қарт Бөгенбай, 18-ші ғасырдың ұлы қаһармандарының біреуі. Бұқар жырау бабамыз туралы кітап 300 пәленше беттен 3 рет шықты. Бұл кітап 3 рет шықты. Кетбұқа, Ноян атақты
Хулагудың әскерін бастап ана Египетке, Мысырға дейін баратын атақты Хулагу бар ғой. Кетбұқа жырау. Өзі ноян, өзі аталық, Кетбұқадай билерден кеңес сұрар күн қайда деп ана Доспамбет жыраулардың айтатын Кетбұқасы. Бұл ғажап тарих. Осындай танымал тұлғаларға Еуразия тарихындағы біраз дүние жаздым. Цикл. Енді оның бәрін жинасам, бір 20-30 кітап болатын шығар деп ойлаймын. Болашақта, мәселен, ертең мен өлгеннен кейін сендер сондай бір цикл жинап алып, бәрінің электронды нұсқалары бар көпшілігінің. Жеке бір шығарып жіберген болады. Қазақтың ұлы тұлғалары деп, мәселен, ғажап болып шығады. Сосын монографиялар, жаңағы этноәлеуметтік құрылым, құрылымдық зерттеулер бойынша жазған монографияларым бар. Бұлардың саны да көп енді, дәл қанша деп айта алмаймын. Мысалы, осыдан 2-3 жыл бұрын мен ана пенсияға шыққанымда осы жерде атап өттік қой, тойладық. Сол кезде шәкірттерін түгел жаңағы жинады. Сосын жаңа 4 томдықты менің достарым бір 4 томдығымды шығарды. Мынау Казахское общество, истоки истории деп жаңа жерде. Онда таза этноәлеуметтік, қазақ қоғамының этноәлеуметтік құрылымын алғанда, оның бірінші томы 2005 жылы Мәскеуде шыққан, «Кочевник Евразии в калейдоскопе веков и тысячелетий» деп. Ол сол бірінші томы, сөйтіп құрастырды да, сонымен соңғы 4-ші томы 19 ғасырдағы қазақ қоғамы, этносоциальная структура қазақ 19 века деген. 4 томды осылай. Жаңа оқулықтар туралы сұрап жатырсың ғой, Майра? Менің соңғы жасаған оқулығым бұл біздің оқу орындарына, жоғары оқу орындарына арналады. Және бұл 6 оқулық бір жүйемен шықты. Жаңа өзім айтып отырмын ғой, этнография бірінші том, бірінші оқулық, екінші оқулық этнология, үшінші оқулық әлеуметтік антропология. Білдіңіз бе? 3 кітап па? Осының орысшасын аударып шықтым. 6 кітап болып шықты ма? Міне 6 кітап Эвера деген баспа шығарды. Қазір сіздердің барлықтарыңызға, кітапханаларыңызға түскен болу керек. Қарасаңыз болады. Қазақ этнографиясы, этнология және әлеуметтік антропология. Бұл енді осы шыққаны бір 4 жыл болды ма, болмады ма, осы жақында шықты. Сосын тарихтан жасаған еңбектерімді өзі бір қорытындылап, тарих философиясы деген оқулық шығардым. Орысша, қазақша шығардым бұны, тарих философиясын. Кейде бізде мұндай жас адамдар жасайтын шаруа емес негізінен тарих философиясы, түсінгенім. Біз тарихнамадан тақырып беріп қояды жас зерттеушілерге. Негізінен тәжірибесін бен жинаған адам, тарих жазудың тәжірибесін, жазу тәсілдерін меңгерген адам, сол өз тәжірибесін қорытындылап барып қана тарих философиясын жаза алады. Мен Қазақстанда алғашқы рет жаңа оқулықты жаздым. Тарих философиясының оқулығын, орысша, қазақша. Бұл өте керек. Өйткені біз эмпирикалық тарихты сипаттау бар. Мысалы, пәленше жыл, пәленше оқиға болды, түгенше жыл, түгенше оқиға болды, сипаттап шығу бар. А тарихтың мәні не деп, жаңа жерде сұрақ беру, жаңа жерде мағынасы не? Мына оқиғалар мұндай болды. Не себептен болды? Осылай деп ойланатын бізде тарихшылар көп емес. Оны жасыратын ештеңесі де жоқ. Сондай бір олқылықтың орнын толтырайын деп, тарих философиясы бұл концепция. Біздің жоғарыдағы басшыларымыз да, ғылым саласындағы басшылар да, идеология саласындағы басшыларымыз да жаңа концептерді қолдану керек. Мысалы, біздің Евразия университеті Гумилевтің атында, пассионарная теория деген ол концепция. Бізге кейбір жері келеді, кейбір жері келе қоймайды пассионарность дегеннің. Өйткені пассионарность ол бір кездейсоқ құбылыстардан шығарады. Күннің көзі бір жерге көбірек түсті, бір жерге азырақ түсті деген сияқты. Енді Тойнбиге ұқсайды Гумилевтің концепциясы негізінен. Тойнбиде де вызов-ответ солай шығарады ғой. Бұл жерде күннің көзі түсті, сол жерден пассионар тұлғалар шықты. А неге Африкадан көбірек шықпайды пассионар тұлғалар? Айтыңызшы. Жылдың 12 ай бойы ыстық құратта тұрады Африкада, неге ол жерден топ жатқан пассионар тұлғалар шықпайды? Міне осындай олқылықтары да бар ол теорияның. Сосын біздің қазақ тарихын түсіндіруге келе қоймайтын да бір жақтары бар ол жерде. Мысалы, Алтын Орда заманын жақсы баяндайды. Ағындар заманы қайда?
Қараханиттер заманы қайда. Мысалы қазірде де мысалы Қазақстанда біз жошы ұлысының 800 жылдығы деп дүркіретіп жатырмыз, иә. А жошы ұлысынан да күшті ана Қарахан дәуірі бар ғой. Ғажап ғұламалар шыққан, Махмуд Қашқари шыққан, Жүсіп Баласағуни шыққан, Бируни шыққан, Хорезми шыққан Қарахан дәуірі. Анау Құранды алғашқы рет түрік тіліне аударған Ахмет Яссауи дәуірі. А неге біз Қараханиттер дәуірінен бас тартуымыз керек? Ол да біздің тарихымыз ғой. Егер де біз жошы ұлысынан ары қарай бармай қалсақ, ол ұят болады. А Қараханиттердің ар жағында ғұн өркениеті жатыр, ғажап өркениет, алып еуразиялық өркениет жатыр. Неге оны жазбасқа? Сондықтан да мына тарихи концепт қалай қойылады, солай жаңа тарих философиясы қалай жасалады, солай ғылым жүреді. Білдіңіз бе? Осындай бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Сіздің сөзіңізге қарап, мынандай сұрақ туындады. Тарих мамандығына түсетін студенттер көп, бірақ олардың барлығы бірдей тарихшы болмайды. Ал енді нағыз тарихшы болу үшін адамда қандай қабілет болу керек? Тарих ғылымы деген өзге ғылым салалар бар ғой, мәселен жаратылыстану саласындағы ғылымдар бар, математика, химия деген. Дәл сондай, мүмкін одан да күрделі, одан да қиын ғылым. Өйткені дәлелдеу ережелері барлығы өте қиын. Ана жерде екі қосылған 4-те саласыз, иә? Ол кәдімгідей анау цифрда жазып көрсеткеннен кейін сізбен ешкім қатты дауласпайды бәрі. Ал енді тарихта екінің бірі дауласа береді. Нақты дәлел керек. Иә, нақты дәлел жоқ. Нақты дәлел қиын. Сондықтан да тарих ғылымының дәлелдеу жүйесі өте ауыр, өте күрделі. Оны көп адам түсінбейді, бәрі де тарихшы болғысы келеді. Ана әдебиетшілер де тарихтан бірдеме жазғысы келеді, журналистер де тарихқа қызығады, бірдеме жазып сақлайды, бірдеме пікір айтып қояды. Пенсияға шыққан еріккен шалдар да соны жаңа ермек қылады тарихты. Я болмаса енді толып жатқан адамдар бар бізде. Тарихты ойыншық көретін. Шынымен де тарих ойыншық емес. Тарихпен көп адамның айналысқанда дұрыс емес. Тарих деген өзі кезінде Карл Маркс айтқан ғой, бүкіл ғылымның атасы тарих деп. Ол атамен ойнай беруге болмайды. Өйткені тарихтағы проблемалар мына қоғамға тікелей әсер етеді. Егер де сен тарихың әңкі-тәңкі болса, бас жоқ, аяқ жақ болатын болса, сен қоғамың да сондай болады. Мәселен, біз қазір қазақ қоғамында не жетіспейді деп, біз кеше ғана Фейсбуктан жазып отыр. Бізде мына ұлттық бірегейлік жетіспейді. Ұлттық бірегейлік, ұлттық сана, тарихи сана бірегейлігі жетіспейді. Біреуіміз кішкене орысша ойлаймыз, біреуіміз қытайша ойлаймыз, біреуіміз қазір еуропаша ойлап жатырмыз, біреуіміз салафитше ойлаймыз. Сөйтеттағы ортақ тарихи сана болмағандықтан, платформа болмағандықтан бізде бана бірегейлік өте әлсіз. Ол елетті қоғамның бүкіл сатысына әсер етеді, бүкіл саласына әсер етеді. Ертең саған мысалы жар таңдаған уақытта да әсер етеді. Өйткені бір жігітті түріне қарап ұнатып тұрсың, оның дүниетанымы түсінігі саған келмейді. Ешқашан жақындаспайсың да. А былай қарасаң қазақ, паспорты қазақ, а дүниетаным жағынан басқаша. Білдің бе? Сондықтан да осындай мәселелер, тарихтың маңайындағы этнографияның мәселелері қоғамға, қазіргі саяси ішкі өмірге тікелей әсер етеді, басқа ғылымдар. Сондықтан тарих ғылымын ойыншық қылуға болмайды. Тарихқа негізінен тарихқа қабілеті бар адамдар келу керек. Сосын олар бүкіл тарихтың негізгі пәндерінің барлығын оқып шығу керек. Мәселен, сіз тарих факультетінде 4-5 жыл оқыдыңыз ба, сіз 30 шақты негізгі пәнді оқып шығасыз. Осының ішінен біреуін дұрыс оқымасаңыз, мәселен, деректану пәнін дұрыс оқымасаңыз, ол сіздің алдыңыздан шығады отырады. Білдіңіз бе? Сіз сүреніп құлап жатасыз. Яғни соны білмегендіктен қатеге ұшырап жатасыз. Бір ғана пәнді білмегеніңіз үшін. Сондықтан да ана пәндердің барлығын кезек-кезек ретімен оқып шығу керек. Және оны реттеудің мына кафедралардағы ғалымдардың негізгі айналысатын шаруасы жаңағы пәндерді өзі бір үйлесімді келтіру керек та. Мысалы, бірінші
курста сен ана көне тарих бір қызықты кезеңдерді оқисың, а 4-ші курсқа келген уақытта, 5-ші курсқа келген уақытта сен тарих философия сияқты дүниелерді оқуың керек, білдің ба? Осының дұрыс үйлесімін тапса, жақсы білім алса, жақсы студент шығады, жақсы магистр шығады, тарихшы шығады. Ал енді ол шәләй-вәләй оқыса, нашар болып шығады. Сосын ол өз кезегінде өзінің шәкірттеріне де сондай шәләй-вәләй білім береді, өйстіп жатады. Сондықтан тарих шәкірт мәселесін таңдау өте қиын. Ерте уақытта совет кезеңінде тарих мамандығы өте сұранысқа ие, зор сұранысқа ие ғылым еді. Өйткені тарихшыларды көбінесе партия жұмыстарына, комсомол жұмысына алып отырды, ұйымдастырушылар ретінде. Өйткені тарихшылардың көпшілігі оратор болады, сөйлеу, мынау риторикаға жақсы үйретуші еді бізде. Енді кезінде біздің өзіміздің университеттерде де бұрынғы. Қазіргі күні ол партия жұмысына да, әкімшілік жұмысына да тарихшыларды онша қатыстыра қоймайды, мен олай. Сондықтан да тарихшы болуға қызығушылар да азайып кетті. Түскендері, енді бұрынғы уақытта мәселен амбициозный балалар келуші еді, жаңағы жерде. Не әке-шешелері жаңағы жерде сол бағытқа салып жүреді, ертең бір жаңағындай өссе, көтерілсе, көрінсе екен деген бағытта. Қазір әйтеуір ана мамандыққа түсе алмай қалды, тарихқа келді деген сияқты. Қай мамандықта грант көп соған келеді. Сондықтан да өздері таңдап жаңағы ғашық болып, махаббат болмағаннан келмегендіктен ғылымнан да осы нәтиже шықпайды. Сол 4 жыл сол сүмірейіп жүреді да, сол дипломдар кетіп отырады. Біз қазір ешкімді қуатпаймыз, ешкімге жаңағы төмен баға қоймаймыз. Жаңағы жерде ойбай, жаңағы жерде анау студентті қуатпау керек деген әңгіме шығады. Содан барлығын сол сүйретіп жаңағы жерде диплом алып келеміз. Этнография жайлы сөз қозғап жатырсыз ғой. Бізде этнография ғылымының қазіргі жай-күйі қандай? Қалай дамып жатыр? Этнография ғылымы, сен бір адамның бір ауырып тұрған жеріне тиіседі екенсің. Сен майра сондай. Нағыз бір ауырып тұрған жерлерін басып қаласың. Этнографияның жағдайы тарихтан да нашар. Жаңа тарихты айттым ғой, тарихтың жағдайы онша дұрыс емес дедім қазір. Мәселен, қазір тарихтан 7 томдық жасай алмайды. Қиналып жатыр. Өйткені мектептер бәрі быт-шыт болған. Енді оны әуес қойдыраға жазасың ба, не істейсің? Сондай. Этнография жағдайы тіпті нашар. Этнографияда былай ғой. Жаңа айттым ғой деймін, экспедицияға экспедицияға мәселен адамды алып шығу үшін, сен студентті алып шығу. Сен оны 1-2 жыл дайындалуың керек та. Ол өзінің бағдарламасы болу керек, сұрақтары болу керек. Оған біздің студенттеріміз шыдамайды. Алдын ала дайындықтан өтуге. Сосын біздің тарих факультетінде оқу жүйесі мүмкіндік бермейді. Білдіңіз бе? Сондықтан ол бала жаңағындай еңбектен өткісі келмейді, дайындалу. Археология кетіп қаласың. Археология күректі алдың, ақырындап қаза бересің. Жаңа жерде оған миға аса салмақ түспейді. Солай емес пе, этнографияда миға салмақ түседі. Біз қазіргі заманда миға салмақ түсетін дүниенің бәрін жек көреміз. Біздің қоғам солай болып баратыр. Келісесің бе, Майра? Физикалық тұрғыда көбірек жасап. Қазақтың миы өте свежий ми деген бір сондай әңгіме, анекдоттар жүреді ғой, өйткені қатты ештемеге ойланбайды. Этнография ойлануды алдын ала дайындықты талап етеді. Сосын экспедиция кезінде сен далада тас топырақпен жұмыс істемейсің, тікелей тірі адаммен жұмыс істейсің. Білдің бе? Тірі адам. Сен содан ақпарат алып шығуың керек та. Ал өте қиын. Тани білу, құндылықтарды тани білу. Әрине. Сен тірі адамнан ақпарат алып шығу үшін адам деген өте күрделі. Сен темірмен жұмыс істеуіңе болады, таспен жұмыс істеуіңе болады. Бірақ осы екеуінен де адам ауырлырақ болады, ауыр болады, одан ақпарат. Мен өзім білем, жас кезімде экспедицияларда көп жүрдім. Білім жетпеді да, жаңа кісілерден дұрыс ақпарат алып шығуға менде жеткілікті білім болмады. Қазір қолыма түсті сол шалдар, әжелер, жанын шығарыр едім. Бірақ ондай мүмкіндік жоқ, көрдің бе? Сондықтан да этнография ғылымда осындай проблемалар бар. Кішкене кенже қалып жатырмыз. Совет кезеңінде 1-2 этнография болушы еді, мектеп болушы еді. Қалдар Рақымбаев мектебі болды. Сосын Оразақ Исмағұлов
мен сол кісінің экспедицияларында жүрдім. Ол кісі этнографияға қатты көңіл бөлетін. Өзі ана физикалық антропологияда, бірақ этнографияға көңіл бөлетін. Маған көп ақыл кеңестер айтып отырушы еді. Сосын Мирқасым Қадырбаев археология саласында менің ұстазым болды. Жақсы кісі еді, ерте қайтыс болып кетті. Ол кісі археологиялық қазбалардың кезінде Жамбыл Тудасқали ауылға барып ақсақалдардан бір сөйлесіп келші. Мына жердегі ескерткіштердің аттары қалай айтылады деп, енді айдалада жүреміз ғой жаңа жерде. Сөйтіп мен өзі жұмсап отырушы еді. Өзі орысша кісі еді. Сөйтіп мен ақсақалдардан барып жаңа жерде жер су атауларын, әңгімелерін барлығын жинап әкелуші едім. Ол мені мақтап қоюшы еді. Мирқасымович марқұм сондай бір жақсы кісілер еді. Өкінішке орай бүгінгі күні біз кішкене этнография саласынан кеш қалып жатырмыз. Этнографияны кейде былай ойлайды, мысалы киім кешек, әдет ғұрып деп қана сондай түсінік бар. Ұлттық бұйымдар деп қана түсінеді. Бірақ негізінен бұл өте күрделі. Өйткені сен ұлттық бұйымдарды емес, сен ең бір этностың маманысың. Сол ұлттың ба? Иә. Этнос деген тірі ағза. Осы этностардың жиынтығы, яғни бір этнос ұлт құрады. Яғни мемлекет құрады да, әлеуметтік сондай жүйе құрады. Ал енді таза өзінің этникалық тұрғысынан алып қойсаң, ол кәдімгі биологиялық, кәдімгідей ағза. Білеміз бе? Енді осы ағзаның кешегі жағдайы қалай болды, қазіргі жағдайы қалай, болашақта қалай болады. Және Қазақстанда жалғыз қазақ емес қой, өзге де ағзалар бар ғой, этникалық ағзалар бар. Олармен қарым-қатынас қалай жатыр? Неге қазақ этносында кейде агрессия көбейіп кетеді? Неге ана қазақ жоңған шиеленісі болды алдыңғы жылы? Неге андай жағдайда болды? Не себептен? Енді болашақта анау этноспен, мынау этноспен шиеленісе берсек, біз өзіміз аға үлкен этнос болып отырып, біз қаншалықты дұрыс ұлт құра аламыз? Өйткені мәселе мұнда ғой. Біз Қазақстанда тұрмыз ба? Қазақстанның негізгі халқы қазақ этносы ма? Ана кішкентай этностардың барлықтары, этникалық топтардың барлықтары қазақ ұлтының ішіне кіреді. Білдіңіз бе? Біздің мемлекеттік, әлеуметтік жүйемізге кіреді. Яғни олармен шиеленіс, үлкен бас этностың, мемлекет құрушы этностың шиеленісті жағдайда болу өте проблема. Ол мемлекет үшін проблема. Осындайды қатты ойлану керек. Сосын жаңа бірегейлік жөнінде бастадық қой әңгімені, бірегейлік неге нашар? Бірегейлікті қалай жөндейміз? Бір ережеге қалай түсіреміз? Бізде бір құндылықтар болу керек қой. Бір құндылықтар жүйесі. Неге мысалы біреуіміз былайша сәлем береміз, біреуіміз түгелше сәлем береміз. Болмайды ол деген. Барлығымыз бір негізгі ережені сақтауымыз керек. Ең болмағанда қоғамдық орындарда. Ал енді үйде әрине әркім өзінің үйренген дәстүрін жалғастыра берсін, оған ешқандай да қарсылық жоқ. Бірақ негізгі стандарт, ұлттық мемлекеттік стандарт біреу болу керек. Сонда біздің халқымызда бірегейлік болады. Білдіңіз бе? Міне осындай мәселелердің барлығымен этнографтар араласу керек. Осыны қалыптастыру мақсатында мен бүгін үлкен жұмыс тындырып жатырмын. Сіздің хабарыңыз көп елге тарайды. Көп елге тарайды. Негізінен өзім былай аса көп айта қоймаушы едім, бірақ жасап жатырмын. Мәселен, қазақтың баталастық институты деген институтын, баталастық институтын жазып жатырмын. Тарихы. Бұл өте ғажап дүние. Біз әуел бастан баталастықпен ел болдық, мемлекет болдық. Біз бір атадан тараған халық емес едік. Әр атаның баласы жиналып келіп, қазақ боламыз деп ант беріп, баталасып, ел болған едік кезінде. Неге осы жолды қайтадан жалғастырмаймыз? Неге осы баталастық институтын қайтадан жаңғыртпаймыз? Неге біз анамен дұрысуымыз керек, мынамен төбелесуіміз керек? Аталарын біз кезінде баталасып ішімізге алып едік қой, ағамыз деп, ініміз деп. Деген осы бір мәселені жазып жатырмын. Бұл бірінші мәселе, бұл мемлекет құрудың негізгі тетігі, қызмет тетігі. Білдің бе? Бұл өте маңызды мәселе. Кейде қазақ ойлайды, қарапайым қазақтар, бәріміз сол бір атадан тарадық, мысалы. Бәйдібектен тарадық деген сияқты. Жоқ, ничего подобного.
әр үлкен рудың ішінде 20-30 тіпті одан да көп процент жаңағы баталастықпен қосылады. Жаңағы түп негізінде ол әуел баста баталастық болуы мүмкін. Осындай мәселелер. Екінші мәселе айналысып жатқаным қазақтың салтанат мәдениеті, церемониальная культура казахов дейді. Церемониальная культура казахов бірдей болмаса, сәлемдесуден бастап о дүниеге дейін аттандырып салу мәдениеті, дәстүрі бір болмаса, үлкен проблема ол бізде. Жақсы. Енді ғылымнан бөлек, тікелей өзіңізге қатысты жеке біліс сұрақтарымыз бар. Әр келген қонағымызға қоятын. Енді сіздің кішкентай әдеттеріңіз өміріңізге үлкен өзгерістер алып келіп жатады. Сіздің өміріңізде пайдасын әкелген қандай әдетіңіз бар? Таңертең тұрып, мысалы бір кітапты оқи салуым мүмкін. Бір кітапты қарай салуым мүмкін. Компьютерге отырып алып, бірдемені жазып кетуім мүмкін. Кейде жазбай жай ойланып жатуым мүмкін. Бірақ жаңағы жұмыс істей бергеннен кейін бірдеме шығады. Идеяны қайдан келіп жатқанын білмейсіз. Осы қазір мен қазақ ішіндегі қырғыздарға байланысты, қазақ ішінде қырғыз деген аталар бар, көп әр жерде. Сонымен бір шағын кітапша дайындап жатырмын. Кездейсоқ деп айтуға бола ма? Жоқ, бұрынғы жаңағы кітап қарағыштығымның арқасында ма? Бір ғажап жаңалықтар ашып жатырмын. Ғажап жаңалықтар. Мен бұлардан бертін өздері де ойлайды, бертін келген біз қазақтың ортасына деп. Бұлар туралы жазған өзгелер де ойлайды, сөйтіп жазып қойған екен, бертін қырғыздан келді. Жоқ, бұлар 2000 жылдық кем дегенде тарихы бар екен, біздің ішіміздегі. Сондықтан да міне осындай кездейсоқ, тіпті кездейсоқ ашам. Енді оны бір жағынан кездейсоқ сияқты, бір жағынан ар жағынан заңдылық бар шығар деп ойлаймын. Келесі сұрақ, адамның негізгі жауапкершілігі әр жағдайда дұрыс таңдай жасау білуіне байланысты. Ал сіздің дұрыс шешім қабылдауыңыз үшін нақты ұстанатын принциптарыңыз бар ма? Иә. Қандай? Принциптер көбінесе өзі туа біткен қасиеттер, сол негізгі принциптерім ғой деп ойлаймын. Негізі өмірде ойлаймын, еңбекқорлықпен жеңемін деп. Еңбекқорлық принципі. Мәселен, сіз мені сыртымнан жамандап жатуыңыз мүмкін, бірдеме айтып жатуыңыз мүмкін, яғни басқа адамдар айтып жатуы мүмкін. Мен қатты осыған уайымдамаймын. Мән бермейсіз? Мән бермеймін. Өйткені білемін, ана еңбек жасаймын, ол бәрін жуып шайып кетеді ертең. Ананың бәрі қалады. Баяғы кезде жас кезім мені сондай болмай зав кафедра қылды Қарағанды университетінде. Ректорымыз жақсы көруші еді, Жамбыл Ақылбаев деген кісі. Және 3 кафедраны қосып мені, ол кезде докторлық мен 37 жасында қорғады, мен жас қой енді ол кезде. Жас. Сонда кафедраны маған берді. 3 кафедраны қосты да, енді кафедраларым жабылып жатқан уақыттар еді, 90-шы жылдар, бұлықпай оқып. Сосын жаңағы жерде ана бұрынғы зав кафедрал бар ғой. Сөйтсем мені қатты жамандайды әр жерде. Ректорға барып жамандайды, бүйтеді. Мен енді ана жерде аса бір қызығып, қайткімді де сондай меңгеруші болайын деп те тұрғаным жоқпын. Енді тапсырды, жарайды, істеп жүрмін жұмысын. Және ол кезде кафедра меңгерушілік аса бір кедергі болмаушы еді ғылыми жұмысқа. Жақсы еді. Өзінің сұрағын беріп кете берді. Сөйтіп, енді ана кісілер сөйлесіп, енді ректорды өздеріне қарай бетін қараттық деген уақытында менің бір кітабым шығып қалады. Ол кезде де кітаптарым көп шығып жатты. Бір жерде бір атым аталып қалады, бір фильмдерде бірдеңе атым аталып жүреді. Сосын ректор айтатын көреді, қой, ол жұмыс істей берсін деп жаңа шықты. Сосын жаңа кісілердің біреу айтады, орысшаға кіседі, с тебя как с гуся вода дейді. Қазға су құйған сияқты бәрі, как с гуся вода дейді. Сондай принциптерім бар. Сосын мүмкіндік келгенше адал болуға тырысамын. Ол да жақсы принцип қой деп ойлаймын. Өйткені Құдайдан қорқамын. Құдайдан қорықпайтындар да көп білемін. Сосын соңғы кезде адам табиғатына қатты көңіл бөліп жүрмін. Қазір
Жал бұрын тек қана бой сақтау деген принциппен ажыға бой сақтау деген принципім бар мен. Кез келген бір шаруаға түсіп кетпеймін. Ойланып аламын, қарап аламын, жарайды, көрейік деймін. Жаңағы бірден келісімді де бермеймін, бой сақтаймын. Мысалы, сізбен былай тікелей сөйлесу үшін мен бірнеше рет ойланып, толғанып барып, ұмытып кетіп барып, қайтадан сондай бой сақтау принцип. Сосын адалдық принцип. Жақсы. Егер сізде барлық адамға бірдей сыйлық сыйлау мүмкіндігі болса, сіз не сыйлар едіңіз? Не сыйлайсыз? Енді сыйлық бергенді өзім жақсы көремін. Үйіме келген адамға бірден сыйлық жасап отырамын, кездескен адамға. Бүгін де мына Индирай берден келді, мына бір кішкентай бір әп-әдемі бала, бірақ жасты өзі, маған қарап күледі ата-ата деп. Қалпымда түгі жоқ, сыйлық қатты ойындадым жаңа жерде. Бір сыйлық жасағым келіп, сыйлық жасаған жақсы ғой. Білмеймін, бұрын кітап көп сыйлаушы едім. Қазір оқиды ма, оқымайды ма, кітап оқу деген мәдениет өзі азайып кетті ғой. Сондықтан білмеймін. Ана жылдары мен осында үшлен тарату деген өткізіп жүрдім, айтпақшы осы кітапханада. Үшлен тарату деген, мына жылдың соңына қарай, желтоқсанның тәуелсіздік күніне орайластырып, бір 3 рет пе, 4 рет пе жаңағы үшлен тарату деген өткізіп жүрдім. Оған дастархан жайым, сосын шағын конференция сияқты болады, сосын бір ақсақалдарды шақырам, студенттерді шақырам, сосын ақсақалдарына шапан кигізем, студенттеріне кітап таратамын. Енді сол жерде мысалы 30-40 адам бар ма, соның барына ең болмағанда бір кітаптан таратып отырдым сыйлық есебінде. Ал енді 3-4 ақсақал бар ма, 3-4 ақсақалға 3-4 шапанын беріп отырдым. Осы дәстүрді үшлен таратуды жалғастырамау деймін. Өйткені жалпы адам барлығына басып жинай бермей, анда-сонда алсаң бересің, орысың. Бүгін ғылыми кітапханамызға келіп, сүбелі сұхбат бергеніңізге рахмет. Сұхбат шын мәнінде өте мағыналы, мәнге толы болды.